Қой демалып алайын деп кіріп келе жатса, мына жақта айқас болып жатыр ғой. Ойбай, қызым не істеп тастағансың мына жерде десем, қызым мәз ғой. Ойбай, тұншықтық, ал мына қызда. Мына қызда барға түк ят жоқ ше. Мама кішті отырмын ба? Давай, қызым, әдемі отырсың. Тұншықтыр, әлі де тұншықтыр мыналарда деп мына жаққа кіріп қалсам, мына жақтың шкаптың іші айқас болып жатыр ғой. Висура дела елочка, висура нарасла. Кім Аязаты ән айтпай ақ қойшы сен. Ажо көлік ішім кеп барады міне. Тым адам деген ән айтатын кезде даусына қарамаймын екен. Ішім кесін көлік, скоро Новый год. Білеміз Новый год екен. Новый год екен білдіріп сол әніңді айту керек па? Түк дауысың жоқ қой. Ажо көлік ішім кеп барады мане сен кимегенге. Скоро мені бір аптадан кейін кет. Кеше базардан барып алып келді ғой мені. Көлік өзінше болмашы, тілің мен жағыңа сүйенбей тұршы. Ай қарап шаққа саусаң шұс айтпа десейші. Үйге қарай жүгірме. Қойшы сен мен сауық уақытым келіп тұрған жоқ. Қыздар араларыңа кіріп кетейінші. Ой тоба, сыймайсың, қайда бара жатырсың? Кел біреу маған кел басылсаңдаршы. Мына үйдің қатыны бізді жинамаса, точно мынаған асылы өлеміз біз. Сендер нече біз деген мияқта деген асылы өлейін жатыр. Қой сендер мына түрлеріңмен мені ұйықтатпасыңдар деп осылай ішін жинауды бастап кеттім. Бір жыл алдын жуылып ілінбеген пердені де шығардым, оның да тілі шығайын депті. Наконец-то ішіне шықты ау, анаң ішіне вообще ауа жоқ қой. Іліп қойса бірдеңеге чарап тұрайық та. Болды, бір айтқан сөзің өлдірген көзін десем. Айыңа қақсатып алып алдың, қашан келсің? Қыс десе қыс болды, қар жауды, не қашан келсін бізді? Ой тоба, осы жерінде айтып қалу керек, киеміз, енді қақсатып бір етік алдырып алайық деп бұны да қайтадан ішіне салып қойсам. Ой тоба, күйеуге шыққалы алдың, бір рет кимедің ғой, біреуге таратып та бермейсің ғой. Мә сенің де өкперінше айтатындай орның бар, сенің де күн жылысын точно киемді қайтадан ішіне салып қойсам, мынау. Нұрекеңнің келіншегі күйеуіне сәлем айтса, кимесе біреуге бере салсын, мына жерде тұрып акатик өтетін болды қой. Бопты, шапан сенің айтқаныңды күйеуіме жеткізем деп ішіне салып қойсам да, бірақ ойланып қалдым, шапанның айтқаны дұрыс, негізі бар ғой, біздің әдетіміз жаман ғой, кимейтін киімімізді ішіне салып қоямыз. Қимаймыз ба, білмеймін, өзіміз киеміз деп әйтеуір үйлестіріп алып қаламыз ғой. Негізі бар ғой, жаман энергияның бәрі сол кимейтін киімдерден сақталады ше. Кимейтін киіміңіз болса, бер жіберіңіз, сестренкаларыңызға бер жіберіңіз. Егер де ол киюге жарамсыз болатын болса, жағып жіберіңіз. Ол іште сақталған нәрсе жаман энергияның бәрін жинайды. Сондықтан өздеріңізге жаман энергия, жаман эмоция сыйламас үшін қолданбайтын заттарыңызды міндетті түрде лақтырып тастаңыздар, сол дұрыс болады.